Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен лагманға арналған қоспаның, яғни зажарканың рецептісімен бөлісемін. Видеоны қарамас бұрын YouTube каналыма тіркеліп, қоңыршаны басып қойыңыздар. Сонда видео жүктегенде сіздерге хабарлама келіп тұрады. Бізге қажет болады сарымсақты алдын ала осылай суға салып қоямыз, салқын суға 1 сағатқа. Сонда тез ашылады. 1 бума сельдерей және 1 бума жанду, қызанақ 2,5 килограмм менде, жартылай ащы бұрыш 1 килограмм және 1,5 килограмм болгар бұрышы. Сосын өсімдік майы және дәміне қарай тұз қажет болады. Сосын 9% уксус қажет болады. Ең алдымен қызанағымыздың артық жерлерін осылай алып тастаймыз. Сосын осылай 3 бұрышты етіп турап аламыз. Сосын жандуымызды турап аламыз. Сосын жартылай ашты дунганский бұрышымызды турап аламыз. Сосын тәтті бұрышымызды турап аламыз. Көлемін өз қалауыңызша, лагманға қалай турайсыздар, солай турай бересіздер. Сосын ерекше дәм беретін сельдерейімізді турап аламыз. Сосын сарымсағымызды турап аламыз. Барлық көкөністерімізді турап дайындап алдық. Енді қазанымызды отқа қойып, өсімдік майын құямыз. Сосын майымыз қызғаннан кейін енді қызанағымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді қызанағымыз піскенше осылай араластырып отырып арасында майға қуырып аламыз. Менде шамамен 20 минуттай қуырылды. Енді сарымсағымызды саламыз. Араластырып, сарымсағымызды кішкене пісіріп аламыз. Сарымсағымыз пісейін деген кезде жандуымызды қосып, тағы да 1 келкі болғанша араластырамыз. Жандуымыз қатты болғандықтан біраз қайнауы қажет. Жандуымыз пісейін деген кезде тәтті және ащы бұрышымызды қосамыз.
біркелкі араластырып аламыз. Сосын дәміне қарай тұзымызды қосамыз. Міндетті түрде тұзын көріңіздер. Аз болса тағы да саласыздар. Бұрышымыз жіңішке болғандықтан тез пісіп кетеді. Енді алдын ала дайындап қойған сельдерейімізді қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Тағы 3-4 минут қайнатамыз. Бұрышымыз піскен кезде 3 ас қасық 9% уксусымызды қосамыз. Сосын жақсылап араластырамыз да отымызды енді өшіреміз. Отымызды өшіріп, алдын ала буланған банкамызға бірден саламыз. Салған кезде араластырып, суы қалып қалмас үшін біркелкі етіп салып шығамыз. Банкамыздың бетіне буланған қақпақтарымызды қойып, бірден кілтпен жауып тастаймыз. Осылай бірден төңкеріп, бетін жылы орамалмен немесе жылы көрпешемен орап қоямыз. Бір түн осылай тұруы қажет. Бір түн өткен соң осылай аударамыз. Бірден салқын жерге түсірсеңіздер болады, немесе бір күн тоңазытқышта ұстасаңыздар болады. Осымен лагманға арналған өте дәмді қоспамыз дайын болды. Видео рецепт ұнаса, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Сіздермен болған әсер, келесі видеода кездескенше.